Барлығыңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз ағылшын тіліндегі күнделікті өмірде, IELTS емтиханында, академиялық жазбада жиі кездесетін үш маңызды етістікті қарастырамыз. Suggest, improve және decide. Бүгін біз олардың мағынасын түсінеміз, мысалдар келтіреміз, қолданылуын көрсетеміз, қате қолдануды болдырмауға үйренеміз. Ал ендеше кеттік, бастайық. Бірінші сөз suggest. Байқап отырғанымыздай, екпінді екінші буынға түсіруіміз керек. Бұл етістік бір нәрсе туралы идея айтқан кезде қолданылады. Мағынасы ұсыну, кеңес беру. Мысалға қарайық. I suggest we take a break. Мен үзіліс жасауды ұсынамын. Келесі мысалға қарайық. She suggested visiting the museum. Ол мұражайға баруды ұсынды. Бірақ бір ескеретін жайт, suggest деген сөзден кейін етістік қолданатын болсақ, to дегенді қолдануға болмайды. Мысалға қарайық. She suggested to go деп айтатын болсақ, бұл қателік. Дұрыс нұсқасы she suggested going. Яғни, suggest сөзінен кейін етістік қолданатын болсақ, етістікке ing деген жалғауды жалғауымыз керек. Келесі мысалға қарайық. I would suggest improving public transport in cities. Осы сөйлемді аударып, өз аударма нұсқаңызды комментарий бөліміне жазыңыз. Келесі үйренетін сөзіміз improve. Екпінді екінші буынға түсіруіміз керек. Improve дегеніміз бір нәрсені бұрынғыдан да жақсарту, дамыту. Бірінші мысалға қарайық. I want to improve my English. Ағылшын тілімді жақсартқым келеді. Келесі мысал. Reading books helps improve vocabulary. Кітап оқу сөздік қорды дамытуға көмектеседі. Келесі берілген мысалға қарайық. Governments should improve the education system. Осы сөйлемді аударып, өз аударма нұсқаңызды комментарий бөліміне жазыңыз. Келесі үшінші сөз decide. Екпінді екінші буынға түсіруіміз керек. Мағынасы шешім қабылдау. Бірінші мысалға қарайық. I decided to study abroad. Мен шетелде оқуға шешім қабылдадым. Келесі мысал we haven't decided yet. Біз әлі шешкен жоқпыз. Немесе біз әлі шешім қабылдаған жоқпыз. Келесі берілген сөйлемді аударып, өз аударма нұсқаңызды комментарий бөліміне жазыңыз. I decided to become a teacher because I enjoy helping others. Сонымен бүгін біз не үйрендік? Бірінші suggest. Бір нәрсені ұсыну немесе кеңес беру. Келесі improve. Жақсарту, дамыту. Decide. Шешім қабылдау деген мағынаны білдіреді. Бұл сөздер сіздің сөйлеу және жазу тіліңізді байытады. Оларды жиі қайталап, өз сөйлемдеріңізде қолданыңыз. Егер сізге бұл видео ұнаған болса, видеоға лайк басыңыз, каналға тіркеліңіз, комментарийде өз мысалдарыңызбен бөлісіңіз.